Қызым әкесін басқа елмен ұстап алған. Қызым енді әкесін үйден қуып жібергенімді қалайды. Болған оқиға. Махаббат біздің аңсап күткен қызымыз. 3 жыл бала көтере алмай Құдайдан күні-түні тілеп жүріп туып алдым. Күйеуіммен босанғанда перзентхананың алдында балаша қуанып секірген. Үйге келген соң да ас суымды өзі әзірлеп, қырқымнан шығарып, қызын шомылдырып менен артық күтім жасады. Өзі өте балажан болатын. Қызымыз жасынан енді асқанда күйеуім такси болып жүріп апатқа ұшырады да 2 аяғы сал болып қалды. Бақытты күндер көзден бал-бұл ұшқан. Мен саған масыл болдым деп аһ ұрып, жерді тоқпақтай беретін күйеуім, емізулі қызым, ақшаның жоқтығы менің еркелігімді саптайды. Күндіз үйдің шаруасы мен баладан, күйеуімнің күтімінен босамаймын. Кешкісін ас ауқатын беріп, үйдің жанындағы етхананың, дәріхананың еденін жуам. Одан шыққасын жақын маңдағы кафенің ыдысын жууға барам. Содан таң атқанда сілем қатып келетінмін. Осылайша 5 жылды артқа тастаппыз. Өзім еркек, өзім әйел болып жүріп, түк рахат көрмедім. Жарқырап киінбедім. Тапқанымды күйеуімнің дәрі-дәрмегі мен қызымның тамағына жұмсап жүре беріппін. Бірақ ештеңеге өкінбеймін. Басқалар сияқты қиындыққа морт сынбай, есебін тауып еңбек еткеніме қуанам. Бір жолы жұмысқа кетіп бара жатып шай қойыппын да, оны өшіруді ұмытып шығып кетіппін. Күйеуім де ештеңені сезбей ұйқыға кеткен. Бір уақытта шәугімдегі қайнаған су тасып, астындағы отты өшірген. Одан газ шығып тұра берген. Бір уақытта Құдай жарылқап, күйеуім иісін біліп қалыпты. Жүгіріп бара салғанға аяғы жарамайды. Әупірімдеп сүйретіліп жетіп, газды өшіріп, есік терезені ашып, иістеніп қалған қызына жедел жәрдем шақырып, екеуі аман қалды. Бір қайғының артынан бір қуаныш бар деген рас қой. Осы оқиғадан кейін күйеуімнің аяғына жан біте бастады. Бұрын тіпті қозғалта алмайтын еді. Дереу оңалту орталықтарына портал туралап емдеттім. 6 ай дегенде балдаққа сүйенетін болды. Қазір шүкір 2 аяғын тең басып, жұмысқа тұрып, тұрмысымыз оңалып қалды. Айтпақшы, 6 жылдан кейін тағы бір бала туып алғам. Биыл 4-ші сыныпқа өтті. Ал қызым 11-ші сыныпта оқып жатыр. Мендегі мәселе қызым. Бұрын әкесінің аузындағысын тартып алып, жейтін қызым қазір онымен бірге ас ішуге жиіркенетінін айтады. Себебін сұрасам, ашып айтпайтын. Күйеуім де мәселенің тігісін жатқызып, өтпелі кезеңде жүр ғой, кейін басылады, көңіліне алма деп мені жұбатып қоятын. Көңіліме неше түрлі ой келіп, дегбірім қашты. Бірдеңені ойласам, соның түбіне жетпей қоймайтын әдетім бар ғой. Бір күні қызыммен оңаша қыдырдық. Базар аралап, қалаған киімін әпердім. Одан саябаққа барып, армансыз сырластық. Мама, папасыз-ақ өмір сүре аламыз, онымен ажырасыңыз, деді маған. Айтуынша, мен ауруханада емделіп жатқанда күйеуім бір әйелді үйге әкепті. Екеуінің төсекте жатқанын сабақтан келген қызым көріп қойыпты. Сіздің жүрегіңізді ауыртқым келмей айтпай жүредім, бірақ енді онымен бір үйде тұра алмаймын. Кетсін, қуып шығыңыз, деп жылады. Үйге келіп күйеуіммен ашық сөйлестім. Ол жалынып тұрып кешірім сұрады. Ол әйелмен содан қайтып көріспегенін айтты. Балалар үшін тағы бір мүмкіндік беруімді сұрады. Әрі-бері ойланып, балалар үшін кешіргенім дұрыс деп ойладым. Жақында қызым тағы жылап келді. Соншалықты намыссыз адамсыз ба, мама? Айттым сізге, қуып жіберіңіз деп. Күйеуіңіз әлгі әйелмен қыдырып жүр. Қыздармен кинодан шығып бара жатқанын көріп қалдым. Екеуі киноға кіріп бара жатыр. Ол енді адам болмайды деп ұрысты. Енді не істесем екен? Күйеуіме қызымның әңгімесін әлі айтпадым. Неден қайтып бастарымды білмей жүрмін. Қиын күнінде жанына жалау боп асырап, бағып, аяғынан тұрғызған менің қадірімді түсінбеген күйеуімді қайтсем екен?